Грек жаңғағының пайдасы қандай? Жаңғақтардың адам ағзасына тигізер пайдасы өте мол. Олар ағзаны қалыпты жағдайда ұстап, түрлі ауруларға қарсы күресетін күш береді. Жаңғақтың түрлері өте көп және әрқайсысының өз алдына емдік қасиеттері бар. Бүгін біз солардың бірі грек жаңғағы туралы айтамыз. Шын мәнінде грек жаңғағы пайдалы ма, әлде зиян ба? Оларды жиі қолдануға бола ма? Дәл осы сұрақтарға жауап алу үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл жаңғақтар күш-қуатымызды қалыпқа келтіріп, бойдағы сырқатты жеңуге көмектеседі. Мәселен, қант диабеті. Оның белгілі бір мөлшерін күнделікті ас мәзіріне қосып отырған жөн. Бірақ дәрігерлер күніне 100 грамын ғана пайдалануға кеңес береді. Одан көп жеу зиян келтіруі мүмкін. Грек жаңғағы атеросклероз ауруына шалдыққан кезде жақсы көмектеседі. Ми белсенділігін арттырады, ішек жұмысын жақсартады. Оның құрамында дәрумендер, минералдар, түрлі майлар бар. Олар В1, В2, май, жасұнық, тұз және тағы да басқа дәрумендерді бойына сіңіреді. Тіпті жаңғақ ағашының жапырағының құрамында да денсаулыққа пайдалы элементтер бар. Жаңғақ қаншалықты пайдалы болғанымен, оның аллергия тудыру қаупі бар. Бойында аллергия, экзема сынды аурулары бар адамдар жаңғақты абайлап қолданғаны жөн. Егер омырауда балаңыз болса, жаңғақты көп мөлшерде жемеңіз. Біріншіден, ауыз қуысының улуына әкеледі. Екіншіден, балаға бөртпе шығуы әбден мүмкін. Грек жаңғағы өте тойымды. Ол наннан 2 есе калорияға ие. Сондықтан толысуға бейім жандарда сирек қолданғаны жөн. Жаңғақтың пайдасының мол екенін халық медицинасы да дәлелдеп келеді. Өзі ғана емес, қабығы мен жапырағы да емдік мақсатқа жиі қолданылады. Жапырағынан ауыз қуысына және қызыл етке арналған тұнба жасайды. Сондай-ақ оның қайнатпасы жараның тез жазылуына көмектеседі. Отадан қалған ізді кетіреді. Ішек құрт қабыну, қант диабеті сынды аурулардың айығуына көмектеседі. Қант құрамындағы холестеринді азайтады. Сонымен қатар косметикалық мақсатта да қолданылады. Құрметті көрермен, бүгінгі ақпарат сіз үшін пайдалы болды деген сенімдемін. Жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.